Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі рецептте кекс зебра. Бұл классикалық рецепт, жасалу жолы өте жеңіл. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Толығымен де піскен, өте жұмсақ болып шығады. Сұрақтарыңыз болса, әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Жалпы зебраны жасалу үшін бізге барлық заттар үйде табылады. Ол 150 грамм қант, тұз, ваниль қанты және де 100 грамм сары май. Әрине жұмсақ, бөлме температурасында. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және оған 3 жұмыртқаны кезектен бөліп саламыз. Келесі бізге 200 грамм ұн және 1 қасық қопсытқыш қажет болады. Оны да салып, жақсылап араластырамыз. Және 220 мл айран керек. Айранды сүтпен алмастыруға болады. Болмаса, қаймақпен де алмастыруға болады. Сары майды жоқ болған жағдайда сұйық маймен алмастыруға болады. Кесектен ұнды және де айранды құйып араластырып отырамыз. Және жақсылап араласқаннан кейін 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне 10 грамм какао қосамын. Оны да жақсылап араластырамыз. Жиырма 2 сантиметрлі форманы алдын ала пергаменттік қағаз төсеп дайындап қойдым. Енді біз осы сұйықтықтарды құя береміз. Үлкен 2 қасықтан. Аз ғана қалған кезде 1 қасықтан салсаңыз болады. Бірінің үстіне бірін құя бересіз, еш қорықпайсыз, себебі олар өзінің формасын алады. Міндетті түрде 2 қасықтан саламыз. Және де осындай әдемі қылып ағаш пеш жасаймыз. Жалпы қалдыра салсаңыз да болады. Бұлай әдемілеп жасау ол міндетті емес. «180 градуста алдын ала қыздырылып тұрған пеште 33 минутта менікі пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.